Қайырлы күн баршаңызға. Иммунитетті көтерудің қарапайым және тиімді жолдарымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Дұрыс тамақтану көкөністер мен жемістер, С дәруменіне бай цитрустар, қызыл бұрыш, брокколи. Пребиотиктер мен пробиотиктер, ашыған сүт өнімдері айран, йогурт, ашытылған көкөністер. Белок, ет, балық, жұмыртқа, жаңғақтар, бұршақ тұқымдастар. Су ішу күніне кемінде 1,5-2 литр су. Тұрақты физикалық белсенділік. Күнделікті серуендеу немесе жеңіл жаттығулар жасау. Йога немесе тыныс алу жаттығулары иммунитетті нығайтуға көмектеседі. Ұйқы. Тәулігіне 7-8 сағат ұйықтау. Бір уақытта ұйықтап, бір уақытта оянуға тырысыңыз. Стрессті басқару медитация, тыныс алу техникалары немесе сүйікті іс-әрекетпен айналысу. Қажет болса, психологтың көмегіне жүгіну. Шынығу. Қарапайым әдістер, контрастты душ қабылдау немесе таза ауада серуендеу. Дене температурасын шамадан тыс төмендетпеу маңызды. Дәрумендер мен минералдар С, Д дәрумендері, мырыш, селен иммундық жүйені қолдайды. Қажет болса, дәрігердің кеңесімен мультивитаминдер қабылдауға болады. Зиянды әдеттерден бас тарту, темекі шегу және алкогольді тұтынуды шектеу немесе толық тоқтату. Жиі тазалық сақтау. Қолды жиі жуып, тазалық ережелерін сақтау. Ауа тазартқыштарды пайдалану және бөлмені желдету. Күн астында уақыт өткізу, күн сәулесі дәруменнің түзілуіне көмектеседі. Бұл иммунитет үшін өте маңызды. Халықтық әдістер. Бал, лимон, сарымсақ қосылған шай ішу. Итмұрын, шиповник, таңқурай малина, бал қосылған қайнатпалар. Егер денсаулық мәселелері болса, дәрігерге жүгіну қажет. Ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.